Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен меренга рулетін жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар қант ұнтағы, қант және де жұмыртқаның ақуызы. Алдымен жұмыртқаның ақуызын жақсылап көпіртіп аламыз. Мен толық рецепті төменге жазып қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Жұмыртқамыз көпіргеннен кейін қантымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз. Бұл рулет өте жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Көптеген адамдарға ұнаған, көптеген адамдардың жүрегіне жол тапқан рулет деп айта аламын. Осылай қантымызды салып болғаннан кейін қант ұнтағымызды 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Барлық затымызды салып болғаннан кейін массамызды 5-7 минут аралығында жоғарғы жылдамдықта араластырамыз. Біздің массамыз 2 есе ұлғайып, ағарып, және де өзінің формасын ұстауы қажет. Енді пергамент листіміздің үстіне жаңағы массаны құйып, тегістеп шығамыз. Пергамент листтеріңіз сапалы болғаны дұрыс, себебі піскеннен кейін астынан алғанда асты жабысып қалмауы қажет. Пешімізді 180 градусқа қойып, 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Бетін тегістеп жағуға тырысыңыздар, себебі бұл сыртқы жағы болады. Меренгамыз піскенше крем дайындаймыз. Салқын сілекейімізге қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейміз. Кремімізде өз формасын ұстауы қажет. Енді суыған меренгамыздың аламыз, осылай піседі, өзі беттер сынып, пергамент листін төсеп, келесі бетіне ақырын ауыстырып аламыз. Астындағы пергамент листін алып, кремімізді саламыз, және де бір тегістетіп жағып шығамыз. Жоғарғы жағына кішкене бөлігін қалдырып жақпағаныңыз дұрыс, себебі ораған кезде, егер кремді толық жақсаңыз, ораған кезде креміңіз сыртына шығып кетуі мүмкін. Кремімізді жағып болғаннан кейін арасына мен шие салып шықтым. Сіздер қалауыңызға қарай жеміс салсаңыз, немесе мүлде салмасаңыз да болады. Пергаменттің екі шетіне ұстап, ақырын осылай орайсыздар. Орап жатқан кезде меренга кішкене сынады, ол қалыпты жағдай, одан қорқудың еш қажеті жоқ. Егер шеттері қисық болса, екі шетін кесіп алып тастасаңыздар болады. Осылай мен безендіріп шықтым, сіз өз қалауыңызға қарай жасасаңыздар болады. Егер меренга рулеті ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана.